Осы көшірмелер бір-бірімен қаншалықты сәйкес келді? Дін мұғалімдері Құдайдың тапсырмасы бойынша жазбаны көшіру барысында кез келген өзгерістен қорғау жөніндегі өз жұмыстарын жақсы атқара алды ма? Олар барлық дауыссыз әріптерді санап шықты. Ишая пайғамбардың кітаптарының арасында не қосылып, не жетіспей қалған сөздер бар жоқтығын анықтау үшін солай істеді. Олар бірде-біреуін жіберіп алмас үшін барлық сөздерді санап шықты. Оған қоса олар әрбір орталық әріптерді және орталық сөздерді тексерді. Соның барлығын аударманың дәл берілгендігіне кепілдік бере алу үшін орындады. Солай болды ма? Сонымен біз өлі теңізден табылған шиыршық қағаздар жайында айтып отырмыз. Соның ішінде Ишая пайғамбар кітабының шиыршығының маңызы жайында. Бір шиыршықтың ішінде Ишая пайғамбардың кітабының толық көшірмесі болды. Оны біздің заманымызға дейінгі 125 жылмен белгілеген. Осы ашылуға дейінгі Ишая пайғамбар кітабының толық көшірмесінің ең көнесі біздің заманымыздың 900 жылмен белгілеген. Басқаша айтқанда, біздің заманымызға дейінгі 125 жылдық Ишаяның шиыршығы мен біздің заманымыздың 900 жылғы шиыршығының арасында 1100 жылдық үзілу. Сонымен ғалымдарды мынадай тамаша ашылулар күтіп тұрды. Олар біздің заманымызға дейінгі 125 жылғы шиыршықты және біздің заманымыздың 900 жылғы Ишая пайғамбар кітабының толық көшірмесі келтірілген шиыршықты алып, бір-бірімен салыстырды. Барлық ізденістерін аяқтаған соң, ғалымдар олардың ұқсастығына таң қалды. 1000 жылдан астам айырмашылыққа қарамастан, біздің заманымызға дейінгі 125 жылғы шиыршықтың мәтіні біздің заманымыздың 900 жылғы шиыршықтың мәтінімен толықтай дерлік тең боп шықты. Шын мәнінде 166 сөзден тұратын бір тарауда мәтінді көшірудегі 1000 жылдық уақыт өткеннен кейін бар жоғы жарық деген сөзді құрайтын 3 әріп қосылған екен. 1000 жылдан кейін. Мен мынадай тұжырымға келгенімнің бір себебі осы. Қолымда киелі жазбаны ұстап, мен сенімділікпен Құдай былай дейді деп айта аламын. Мен еврей дін мұғалімдері үшін Құдайға алғысымды айтам. Олардың тәртіптеріне, іске деген адалдықтарына, нақтылыққа деген ұмтылыстарына, солардың арқасында бізде көптеген жылдар бойында еш қателіксіз жеткен киелі жазба бар. Құдай біздің еш шүбәсіз Құдай былай дейді деп айта алуымыз үшін барлығын орындады.